Сіздің хатыңызға жауап беріп кетейін. Үй алу техникасы. Бұл техника өте оңай. Былайша айтқанда түпкі санамен ойын ретінде қабылдасаңыздар болады. Біріншіден, өзіңіздің қалаған үйіңізді ойша жазып шықсаңыз да болады, немесе ойша визуализация жасасаңыз да болады. Қай районда, қанша комнаталы, ремонты қандай, мебельдер қандай деген сияқты бәрін бүге шегесіне дейін ойлап таңдап аласыз. Енді өзіңіздің түпкі санаңызға запрос жібересіз. Маған егер осы үй бұйыратын болса, маған осындай уақытта, 1 апта ма, 2 апта ма, 1 ай ма, қанша уақытта сізге белгі ретінде мен кілт тауып алуым керек. Ол бір ескі кілт болса тіпті жақсы, бірақ біреудің жоғалтқан кілтін тауып алып кетпеңіз. Осылай жасаймыз. Ал енді басқа қалаға көшу, егер сіз қазіргі өзіңіздің тұрып жатқан жеріңізге риза болмасаңыз, алғыс айтпасаңыз, басқа қалаға көшетін болсаңыз, ол жақта да дәл сондай проблемаға ілігесіз. Сондықтан да қазірден бастап өзіңіздің тұрып жатқан үйіңізге, тұрып жатқан жеріңізге, қалаңызға алғыс айтыңыз, шүкіршілік етіңіз. Келесі қалада сізге өте оңай болады. Әрекет жасаңыз. Парақшамызға лайк басыңыз, досыңызбен бөлісіңіз, ұнамаса өтіп кетіңіз.